Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіздер. Бүгін осындай дөп-дөңгелек әдемі жұмсақ болып шығатын бургерлердің нанын бірге дайындайтын боламыз. Келесі видеода мен сіздерге бургерді қалай жасау керек, қалай жинау керек екенін көрсететін боламын. Каналдан алыстамаңыздар. Бургер нан дайындау үшін ыдысымызға ең алдымен жылы сүт және жылы суды құямыз. 1 ас қасық дрожж саламыз. Және 2 ас қасық қант саламыз. Жақсылап араластырамыз. Араластырып болған соң келесі кезекте үстіне 1 шай қасық тұз саламыз және ерітілген сары майымызды құямыз. Сондай-ақ кішкене сұйық май құямыз. Достар, барлық сіздерге қажетті заттардың нақты мөлшерін описанияға жазып қалдырамын. Сол жерден кіріп қараңыздар. Ең соңынан еліктен өткізілген ұнымызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп аз-аздан сала отыра біздің қамырымызды илейміз. Ұнды міндетті түрде еліктен өткізіп қойыңыздар. Менде бұл жерде алдын ала еліктен өткізілген дайындап қойған ұным. Барлығын жақсылап салып, қолымызбен жұмсақ етіп қамыр илейміз. Осы мөлшермен бізде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр пайда болады. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге шамамен 1,5-2 сағат уақыт аралығына көтерілгенше қоямыз. Уақыт өткен соң біздің қамырымыз әдем болып көтеріліп дайын тұр. Енді осы қамырымызды осылай бір басып, жұмыс үстеліне қойып, бізге қажетті мөлшерде бөлуге кірісеміз. Біздің қамырымыз жұмсақ, жұмыс жасауға ыңғайлы, әдемі болады. Ендігі кезекте қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Барлығы да біркелкі болып шығу үшін мен арнайы таразының көмегімен өлшеп алдым. Әрқайсысы шамамен 90-95 граммнан болуы тиіс. Ендігі кезекте қамырымызды дөп-дөңгелек болып шығу үшін осылай қолымыздың көмегімен дөңгелекшелеп формаға келтіріп противенімізге орналастырамыз. Противенге орналастырған соң қамырды тынығу үшін шамамен 10-15 минут уақытқа қоясыздар және бетіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Сондай-ақ бетіне мол етіп кунжутты сеуіп шығамыз. Осылайша біздің бургерге арналған нанымыз қызып тұрған 180 градус пеште шамамен 30-35 минут аралығында дәл осылай қып-қызыл, жұмсақ болып пісетін болады. Сіз де міндетті түрде жасап көріңіз. Жасап жатсаңыз маған пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Және келесі видеомды жіберіп алмас үшін қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода біз бургерді жинайтын боламыз. Назарларыңызға көп рахмет.